Бүгін Абай қаласында өткен жалпы республикалық эко-челленжге 600-ден астам адам қатысты. Олар бей-берекет жатқан қоқыс үйінділерін шығарып, тал көшеттерін екті. Үйлердің маңында ретке келтірді. 3-ші ықшамаудан тұрғындары тіптен бұл шараны таза подъезд деп атап, өзара сайысқа түсті. Абай ауданындағы тазалықтың көрінісі жайында тілші тарқатады. Өз қаласына деген қамқорлық пен оның көрініс келбетін жақсартуға деген ұмтылыс бүгінде Абай қаласы тұрғындар үшін қозғаушы күшке айналды. Тұрғындар ұжымдаса бірлесе аймақты тазартып, ағаш түптерін әктеп ретке келтірді. Жол жиектерінде әктеп қала көрінісін тазалық пен әсемдеуге білек сыбана кіріскен. Өзара үйлесімді жұмыс үшін жұртшылық таза подъезд акциясына да қатысты. 3-ші ықшам ауданының 9-шы тұрғындары бірлесе тұрғын үй кіреберістерін жалпы тазалауға шыққан. Мы с жителями сегодня вышли. Бүгін біз тұрғындармен бірлесе елімізде жарияланған Таза Қазақстан акциясына атсалысудамыз. Аумақты тазалап, күл қоқыстан аршудамыз. Қыстан кейін көктемде аумағымызға тазалық жұмысын жасап, подъезд кіреберістерінде ретке келтіруіміз керек. Мен осы қаладағы кәсіпкерлер палатасының директоры ретінде барлық бизнес субъектілерін аумақтарын қоқыстан тазартып, нысандары маңайын тәртіпке келтіруге шақырамын. Убрали подъезд. Біз подъезд аумағында тазалық жұмысын жасадық, ағаш ектік. Мына алаңды да тазарттық, гүл өскіндерінде ектік. Су құйып осындай сенбілік жұмыстарын жасаудамыз. Тағы бір игілікті іс Победа даңғылының бойына жаппай терек егу жұмысы жүргізіліп, қала көркін 150 жаңа көшетпен әсемдей түсті. Жас өскін жасыл желек егуге жергілікті тұрғындар да еріктілер де белсене қатысты. Жылдар бойы жиналып қалған күл қоқыс алаңдары да биыл аршылды. Айта кетейік, осынау тазалық маусымы басынан бері Абай қаласынан 6000 тоннаға жуық қоқыс шығарылды. Алдағы мамыр айының соңына дейін дәл осындай ауқымдағы қоқысты шығару жоспарланып отыр. Аудандық қоғамдық кеңестің мүшесі Гүлнар Ағзамова туған жерінің көрінісіне, тазалығына ерекше алаңдайтынын жеткізді. Я здесь живу с начала образования города. Мен бұл қала негізі қаланған жылдан бері осында тұрып келемін. Қаламыз әрдайым таза, жасыл желекті болды. Тұрғындары да мейірімді. Бұл күнде Таза Қазақстан экологиялық акциясының өткізіліп жатқандығына өте қуаныштымын. Бұл шараға біздің қаламыздың тұрғындары қатысып жатыр. Тіпті мынау шеткері жақтағы аумақтарды да тазартып, ретке келтіріп жатқаны тіптен құба-құп жақсы жағдай. Біздің тұрғындар әрдайым белсенді, осындай игі шараларға білек сыбана кіріседі, қолдайды. Сенбілік тек аумақты көшені тазартуған емес, сенбілік туған өлкемізде тазалық пен тәртіпті құруға ұжымдық қатысу. Осы ретте жалпы тазалық шарасына 600-ден астам адам қатысты. Бақыт Күлматова, Мержан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.